Бұл нұсқаулық кассаны тіркеп, оны e-касса мобильді қосымшасына қосқысы келетін пайдаланушыларға арналған. Сәтті тіркелу және қосылу үшін көрсетілген қадамдарды орындаңыз. Қосымшаны ofd.kz ресми сайтынан жүктеуге болады. Тегін касса беттегі бөлімінде Google Play немесе App Store платформасын таңдап және қосымшаны смартфонға жүктеңіз. Орнатылған қолданбаны ашыңыз, негізгі экранда тіркелу тармағын таңдаңыз. Электрондық пошта мекенжайы өрісін толтырып, жалғастыру түймесін басыңыз. Тіркеу формасы бар бетте міндетті өрістерді толтырыңыз. Пайдаланушы аты, құпия сөзді қайталау. Пайдаланушы келісімінің құсбелгісін қойыңыз. Тіркелу түймесін басыңыз. Электрондық поштаңызды тексеріңіз. Хатта растау коды көрсетілген. Мобильді қосымшаны ашыңыз. Тіркеуді растау бетінде алынған растау кодын тиісті өріске енгізіп, растау түймесін басыңыз. Растау кодын енгізгеннен кейін тіркелу туралы сәтті хабарлама көрсетіледі. Онда жылдам қол жеткізу кодын көрсету қажет. Қолданбаға тіркелуді бастамас бұрын сізге электрондық цифрлық қолтаңба қажет. ECH орнатылғанына және пайдалануға қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз. Сәтті авторизациядан кейін қолданбаның негізгі мәзіріндегі FDO бөлімін басыңыз. Ағымдағы шот арқылы FDO жеке кабинетіне кіре алмағаныңыз туралы хабарлама пайда болады. Байланыстыру түймесін басыңыз. Ашылған терезеде компанияны байланыстыру тармағын таңдаңыз. Кілтін таңдау терезесінде ECH таңдау батырмасын басыңыз. ECH кілттің паролін енгізіңіз. Әрі қарай жалғастыру түймесін басыңыз. Растау батырмасын басу арқылы таңдалған кілттің дұрыстығын растаңыз. Кілтті сәтті растағаннан кейін сәтті тіркелу туралы хабарлама көрсетіледі. Құрылған ұйымға байланыстыруды жүзеге асыру үшін қосымшаның негізгі мәзіріндегі FDO бөліміне қайта өтіңіз. Егер ұйымды тіркеу бұрын сайттағы жеке кабинетте жүргізілген болса, сәтті байланыстыру туралы хабарлама көрсетіледі. Егер жеке кабинетті құру бірінші рет жүргізіліп жатса, заңды мекенжайы бар барлық міндетті өрістерді толтырыңыз. Барлық деректердің дұрыс толтырылғанына көз жеткізіңіз. Жалғастыру түймесін басыңыз. Сауда нүктесін құру үшін сауда нүктесін қосу батырмасын басу арқылы кассалар және сауда нүктелері бөліміне өтіңіз. Барлық міндетті өрістерді толтырыңыз. Қосу түймесін басыңыз. Кассаны тіркемес бұрын сериялық нөмір бастапқыда қосымшада жасалу керек. Қолданбаның негізгі мәзірінде касса бөліміне өтіп, жаңа касса батырмасын басыңыз. Ашылған бетте көшіру қажет касса деректері көрсетіледі. Кассаны тіркеу үшін қосымшаның негізгі мәзіріне өтіп, FDO бөлімін таңдап, кассалар және сауда нүктелері бөлімін ашып, содан кейін плюс батырмасын басыңыз және ашылмалы тізімнен касса қосу тармағын таңдаңыз. Содан кейін кассалар бөлімінен көшірілген сериялық нөмірді қойыңыз. Барлық өрістерді толтыру аяқталғаннан кейін қосу батырмасын басу қажет. Жазылымды таңдау терезесі ашылады. Онда бастапқыда қосылу түрін таңдау керек. Сымды түймесін басыңыз. Жалғастыру. Ұсынылған тізімнен қолайлы тарифтік жоспарды көрсетіңіз және таңдау батырмасын басыңыз. Көрсетілетін қызметтерді тарифтеуге арналған салық өтініші мен өтінімі бар терезе ашылады. ECH көмегімен растау батырмасын басыңыз және көрсетілетін қызметті тарифтеуге өтінімге қол қойыңыз. Жауап алғаннан кейін касса мәртебесі алынған жауапқа сәйкес өзгереді. Кассаның күйін FDO кассалар және сауда нүктелері бөлімінен көруге болады. Кассаны тіркеуден бұрын жеке шоттың балансын толтыру қажет. Сонымен кассаны іске қосу жазылымды қосқаннан кейін автоматты түрде жүреді. Егер дербес шотта абоненттік төлемді есептен шығаруға жеткілікті қаражат болса, тіркелген кассаны касса бөлімін ашып, кассаны қосу екі қадамын таңдау арқылы қосымшаға қосу керек. Кассаның атауы жолағында тіркеу кезінде көрсетілгендей атауын көрсетіңіз. Әрі қарай жеке кабинетте тағайындалған жүйелік идентификаторды енгізіп тәкен алыңыз. Жүйе идентификатормен таңбалаушын алу үшін FDO бөліміне өтіп, кассалар мен сауда нүктелері бөлімін ашу қажет. Егер сіз ашылған терезеде кассаны бассаңыз, таңбалаушты алу түймесін басып, екінші қадамға көшірсеңіз, жүйе идентификаторы көрсетіледі. Қосылымды аяқтау үшін қосу түймесін басу керек.